Дидахмет Әшімханұлы 20 ғасырдың басындағы қазақтың үркердей талантты, демократ, ағартушы қайраткерлері, алаш арыстары сияқты парасатты азаматты. Мен ол кісінің шеберлік мектебінен өттім, тәрбиесін көрдім, жанында жұмыс істедім, өмірдегі, әдебиеттегі ұстазым айналды. Әрине, екеуміздің ұстаз шәкірттік қарым-қатынасымыз тым ұзаққа созылмады. Ол кісі өте парасатты жан еді, шын қайраткер еді, интеллектуал, эрудит, әлеуетті азамат еді. Әсіресе маған дидағамның, ұстазымның алаш қайраткерлеріне деген адалдығы, сол кісілерді үлгі тұтатындығы ұнайтын. Ол кісінің алашшыл болуы заңды, себебі оның туған ауылы Қатонқарағайдағы ескі алаш мектебі. Ол жерден Ережеп деген болыс шыққан, Ережеп Әбдікәрімұлы ашқан мектепте алаштың ұранын жазған, алаштың атойлы ақыны Сұлтан-Махмұт Торайғырұлы ұстаздық еткен болатын. Сол Сұлтан-Махмұт ұстаздық еткен, алаштың қадір қасиеті қонған, Шыңғыстай мектебінің түлегі болған дидағам Қазақстан тәуелсіздік алар алмас шағында алаш қайраткерлері ақталды. Ұзақ уақыт советтік, социалистік идеологияға сай келмей қуғындалған, есімдері ұмытылған, әдеби шығармалары, ғылыми еңбектері, өнегесі мүлде жат элемент ретінде қазақ тарихынан сызылып шығып қалған алаш қайраткерлері ақтала бастаған тұста дидағаң Бес арыс деген керемет кітап дайындап шықты. Өзі құрастырушы болды. Бес арыста Шәкәрім, Мағжан, Жүсіпбек бастаған алыптар тобы туралы бұрын соңды айтылмаған, олардың қазақ қоғамында, әсіресе мынау советтік социалистік қазақ қоғамында елесі ғана жүрген шақтағы, оларды ұмыта бастаған буынға, олардың кім екенін, қандай азамат болған, қандай тұлға болған, мемлекетшіл, үлкен азамат екендігін көрсететін керемет естеліктер кітабын дайындады. Бұл Бес арыс тәуелсіздігіміздің алған 92 жылақ өз оқырмандарына керемет бір кітап болып келді. Өйткені оған дейін қазақ аудитория сусап отырған болатын. Өзінің төл тарихындағы асыл тұлғалардан айырылып қалған, тұлғалған, барлығы ұмытылған қоғамда алаш айдындары танытатын керемет кітап келді. Бұл Бес арыстың ішінде Мағжанның ақындығы туралы жазылған Жүсіпбектің керемет мақаласы бар. Алаш қайраткерлері туралы әр жылдар жазылған керемет естелік деректер бар. Сондай керемет кітапты топтастырып қазақ аудиториясына ұсынды. Бұл дидағаңның алашшылдығы, алаш мұрасына, алаш тұлғасына, алаш идеясына адалдығын, соған деген махаббатын көрсетсе керек. Кейін жазушы, публицист дидағамыз баспагер ретінде көрініп, Ел шежіре баспасын ұйымдастырды. Ел шежіре қоғамдық қорын құрып, қазақтың ұмытылған тарихына үлкен бір қозғалыс серпін әкелді. 2005 жылдан бастап сол кездегі мәдениет қоғамдық даму ақпарат министрлігінің қолдауыменен алаш арысы, алаш мұрасы сериялар негізінде кітаптар шығара бастады. Дәл осы Дидахмет Әшімханұлының Ел шежіре баспасынан Әлихан Бөкейханның, Ахмет Байтұрсынұлының, Қошкеге Меңгерұлының, Жүсіпбек Аймауытұлының, Телжан Шонанұлының небір мықты арыс қайраткерлердің шығармалар жинағы, еңбектері бірінен соң бірі жарық көре бастады. Оның жақын досы, алаштанудағы үлкен ғалым, жазушы, менің ұстазым Тұрсын Құдагелдіұлы Жұртбай екеуі бірігіп қаншама игі істердің басында тұрды. Дидағаң Тұрсын Жұртбайдың әйгілі Ұраным алаш деген 3 томдық трилогиясын жарыққа шығарды. Бұл кітап жарыққа шыққан күннен бастап-ақ бірден сатылымдан жоқ болып оқырманның қолында тосып кетті. Әлі күнге дейін қазақ аудитория сол кітапты іздейді. Өйткені Ұраным алашта қазақтың жоғалған, өртелген, сөнген, өшкен тарихы бар еді. Міне осындай игі істің басында, осындай берекелі, нәтижелі жұмыстың басында қазақтың үлкен жазушысы, классик деңгейіне көтерілген Дидахмет Әшімханұлы бар еді. Дидахмет Әшімханұлы 65 жылдық ғұмырында өзі эстет, мәдениетті, парасатты, кісілік эталоны, мәдениет деңгейіне көтерілген бір тұлғаға айналып үлгерді.
жүріс тұрысы, сөзі, іс-әрекеті, киім киісі, өзін өзі ұстауы таза алаш қайраткерлерін көрсететін. Мынау жазушылар одағының органдары болған Қазақ әдебиеті газетінде істеді. Одан кейін халықаралық Түркістан газетінде істеді. Сол Түркістан газетінің редакциясында өзінің үлкен кабинеті болатын. Сол кабинеттің қабырғасы кітапқа толы еді. Соның ішінде алаш тұлғаларының кітаптары тұратын. Сол тұлғаларға қарап, шабыттанып отыратын еді. Міне, мен таныған, мен білетін Дидахмет Әшімханұлы осындай азамат еді. Бүгінгі мынау қоғам жаңылған сәтте біздің қоғамға кісілігімен де, азаматтығымен де, ісімен де, сөзімен де үлгі болатын азаматтар керек-ақ. Әттең осындай кезде ортамызды толтырып, өзіне тән күлкісімен, өзіне тән жымиысыменен ортамызда Дидахмет Әшімханұлы жүрсе, ортамыздың берекесі кіріп, нағыз бір мерекелі сәттер болатын еді. Дидахмет Әшімханұлы да өзі үлгі тұтқан Ахмет Байтұрсынұлы секілді 65 жасында өмірден өтті де кетті. Біз таныған, біз білген, халқы сүйген, оқырманның ықыласына бөленген үлкен жазушы, классик, алаш тұлғасы Дидахмет Әшімханұлы осындай азамат болатын.